Биыл Қазақстан мен Грекия мемлекеті арасындағы дипломатиялық қарым-қатынас орнағанына 20 жыл. Осыған орай Астанада мәдени шара өтті. Концертте грек әншілері қазақтың халық әндерін әуелетсе, ал біздің елдің әншілері грек тілінде шырғады. Грек әншісі Калиопи Ветта қазақ әуенін еш мүдірмей орындады. Қоңыр дауысты әнші халық әндері Гүлдерай мен Қарлығашты нақышына келтіріп орындап, залдағы көрермендердің таңдайын қақтырды. Қазақ әндерін алғаш орындаған Ветта енді бұл әндерді Грекия сахнасында әуелетпек. Мен қазақ әуендерін тез түсіндім. Музыка тілге бөлінбейді деген рас болса керек. Әнді үйренбес бұрын қазақша әріптерді оқыдым. Қазақ әндері маған қатты ұнады, сондықтан мен Греция сахнасында да шырқайтын болам. Ал қазақ елінің әншілері грек тілінде әнді әуелетті. Мен грекше анама сыбырлап айтамын деп аталатын әнді орындадым. Бұл ән тек Грекияда ғана емес, бізде де танымал. Сондықтан еш қиналмастан үйреніп алдым. Қазақ пен грек музыкасы қатар әуелеген кешке Грекияның Қазақстандағы төтенше және өкілетті елшісі қатысып, екі ел арасындағы достықтың берік іргесі қаланғанын айтты. Биыл дипломатиялық қарым-қатынасымызға 20 жыл. Президент Нұрсұлтан Назарбаевтың сарабдал саясатының арқасында біздің елдердің арасында өте жақсы қарым-қатынас орнаған. Бұл қарым-қатынас әртүрлі салада дами түспек. Қазақ-грек музыкасына деген көрсетілген құрмет болар. Залда ине шаншар орын болмады. Әдемі әуенге ұйыған тыңдармандардың арасында қонақтармен қатар басқа ел елшіліктерінің өкілдері де болды. Қос елдің музыкасы көрерменнің жүрегіне ән болып орнықты. Яғни өнерде шекара жоқ деген осы. Айнұр Қуатқызы, Өмірбек Ізімов, 24 KZ.